Баршаңызға ассаляму алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жұмсақ, өте дәмді шелпектің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн қажет, ас содасы қажет, жарты стақан су, жарты стақан айран, 3 шай қасық қант және де 1 шай қасық тұз керек болады. Осындай ыдысымызға бірінші айранымызбен суымызды қосамыз, ас содасын қосамыз, венчикпен араластырамыз. Одан кейін барып ұнымызды саламыз. Ұн примерно 400-450 граммдай қосасыздар. Маған осылай видеодағындай ыңғайлы, ең бірінші ұнын қосып, қасықпен араластырып аламын. Одан кейін қалған ұнын қосамын да, тағы да қасықпен араластырамын. Жақсылап қасықпен араластырып болғаннан кейін барып, қолымен қамырымызды илейміз. Енді қамырымызды қолымен дастархан үстіне қойып, жақсылап илеп шығамыз. Енді қамырымызды 7-8 бөлікке бөліп шығамыз. Менде осы рецептпен 7-8 шелпек болып шықты. Дәл видеодағында шелпегіміздің қамырын осылай домалатып дайындап аламыз. Домалатып болғаннан кейін осылай ыдысымызға салып, орамалмен 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді 15 минуттан кейін барлық шелпектерімізді жайып шығамыз. Тура видеодағындай доп-домалақ етіп, әдемілеп жайып шығуға тырысыңыздар. Әрбір шелпегімізді осылай домалатып жайып шығамыз. Алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Жайып болғаннан кейін үстінен орамалмен жабуды ұмытпаңыздар, әйтпесе кеуіп кетеді. Ал енді табамызға майды құямыз. Жақсылап майымызды қыздырып болғаннан кейін шелпегімізді бір-біртіндеп осылай видеодағындай пісіріп шығамыз. Егер видео ұнаса, менің каналыма подписка кнопкасын басып, тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.